Хай, бәріңе сәлем достар, сендермен бірге мен Фатина. Бүгін видео қош келдіңдер достар. Сендермен бірге тағы да мен Фатина амандасып қойдым достар уже. Ал бізде бүгін көріп тұрғандарыңыздай паркур. Бүгін хотя бы осы істеп тұрған паркурымыздың бірінші левелін өтуге тырысатын боламыз достар. Так. Бұл паркур бірақ достар алдыңғы видеодағы паркурға қарағанда қиынырақ болғарды. Бірақ Майнкрафттың өзінің маған берген картасы осы. Предлагать еткені енді достар. Осы карта ең жақсы карта деген дей солай берген болатын достар. Өздерінің айтулар бойынша осы карта ең жақсы карта екен. Бірақ мен қандай карта болса да достар көп өле береді екенмін, өздеріңіз көріп тұрғандай. Достар, бүгінгі видеоның алдыңғы бөлімдегендей біз бірінші левелді бітіргенде аяқтайтын боламыз. Және келесі левелде біз ана бетті өтетін боламыз. Ал біз осы бірінші левелімізді өтіп алайық достар. Так. Осы левелді до конца өтіп алайық достар, уровеньді. Shift жіберіп қалсам достар болды, бірден құлап кеттім. Өзімен өз тұрамды, бет shift бастырамды, жібергенде құлап кетем достар. Вечный shift бастырмайтын шығар мен енді. Тағы да құлап кеттік достар. Так, осылай. Нормально достар. Так, осылай жалғастырамыз. Жоқ. Достар, мен кішкене уақытқа микрофон өшіре тұрам, себебі мен өз ойым жинақтай алмай жатырмын. Өздеріңіз көріп тұрғандай, даже дұрыс сөйлей алмай жатырмын. Сондықтан мен микрофонды шамалы уақытқа өшіріп сөйлемей отыра тұратын боламын. Достар, бір өткенімізден қарағанда ең ұзақ өткен шетімізден біз просто тұрып құлай салдық па? Не болды мынау енді? Достар, бізден паркур өту деген қолымыздан келмей жатыр вообще. Паркурды егер сіздер қалап осы видеоға 15 лайк жинайтын болсаңыздар, тағы да жалғастыратын боламын достар. Негізі уже мен паркур өтуге желанием алып, себебі бұл тым қиын екен достар. Сіздерде қазір ойын неғып өте алмай жатыр, оп-оңайға деп отқан шығарсыздар, бірақ өздеріңіз осы Майнкрафттың предлагать еткен картасын ойнап көрсеңіздер, не деген қиын карта деп өздеріңізде көретін боласыздар. Екіншіден, мен өздеріңіз білетіндей, мен паркурмерлерді өйтіп өте бермегендіктен, және бірінші рет ойнап тұрғандықтан, өйтіп қатты әдемі қылып өтіп өте алмаймын достар.
Тез өтүү не деген? Ондай менде жок достор. Сондуктан бизде медленный паркур десек де болот. Ё-моё, достор. Biz ana аяка дейин жетип турганда, соңку 4-5 блок калганда өлүп калдык го кайтадан кылып. Мындай кезде калай ашуланбайсың энди, достор? Калай ашуланбайсың мындай кезде? Эң соңуна бар жогу 4-5 ак блок калганда мен кулай берем. Энди ажым өтүп келатыр дегенде кулай берем. Не болду но, достор? Так, достор, что-то бул видеодо биз уже дальше уровень өтө алмайт секилдимиз. Алдыңкы видеонун паркурунда бизде осундай паркур болду, бирок алардын арасы бир блоктон гана болду. Сонда да биз дурус өтө алмай едик. Ал мына бизде эми 1 блок 2 блок аралаш болсо да биз буну да өтө алмай жатырмыз. Және бул левелди биз әлі өтө алмадык. Ал алдыңкы бөлүмдү карасаңыздар, биз 7 минуттун ичинде биринчи левелди өткөн болотбуз. Ал бизде буякта даже биринчи левел да эмес, жартысын да зорго деп өтүп жатырмыз. Достор, эгер биз осы видеодо до конца жете алмасак, мен видеону сол шетте аяктайтын болом. Және дәл сол шетинен ары карай видеону жалгастырып кететін боламыз, достор. Ал биз тагы да кулап калдык, достор. Не везет так, не везет, достор. Жолуң болмайды деген осы экен, достор. Просто туруп блоктон артка кое салдык, достор. Паркурдун өтүп жаткан кезинде өлгөн боюнча рекорд книгасы бар болсо, содан мен рекорд алып турган шармын, достор.
Так. Опа, достар, кішкене қалды енді. Так. Енді бізде вообще құлауға болмайды. Неге? Так, достар, менде жаңа камера өшіп қалыпты. Мен видеоны жалғастырып жатырмын. Біз әлі до конца өткен жоқпыз, достар. Просто тұрып құлай береді екенбіз, достар. Ё-майо. Бірінші левелді әлі 1000 сағат өтейін деп тұрып қой. Так. Слайм блоктардың қойылғанынан кішкене қиындау болады екен, достар. Так, крипердің басына мінеміз. Жоқ, достар. Біз өте алмайтын секілдіміз. Бірақ біз тоқтамаймыз никогда. Сондықтан жалғастыра берейік. Так. Дальше, достар. Құлауымызға чуть-чуть қалғанда стеклоның бір бұрышында да қалдық, достар. Крипердің басы неғып сонша кішкентай, достар. Достар, бүгінгі видеоны осы жерде аяқтайтын шығармын. Так, сонымен сендермен болған мен Фатина. Бүгін видео сіздерге ұнаған болса, достар, лайк басып, комментарий жазып кетейік. Ал келесі бөлімде осы паркурды жалғастырамын қаласаңыздар, 15 лайк жинап тастаймыз. Ал сендермен болған мен Фатина и сау болыңдар, достар. Және каналға тіркелуді ұмытпа, достар.